Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Бүгінгі видеода біз лабубу сұмдықтардың барлық топтамасын шығардық. Онда осыны көр. Арнаға жазыл, лайк бас, бастаймыз. Лабубу соңғы кезде TikTok пен YouTube желілерінде жиі айтылып жүрген үрейлі тақырыптардың бірі. Бұл ойыншық алғашқыда сүйкімді болып көрінгенімен, оның айналасындағы қауесеттер мен құпия оқиғалар көпшілікті қорқытуда. Ендеше осы ойыншықтың төңірегіндегі сұмдықтар туралы егжей-тегжейлі тоқталайық. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Егер сен жаңа адам болсаң, менің видеоларым ең керемет видеолардың бірі. Өйткені бұл жерде сұмдықтар айтылған. Барлық видеоны көріп шық. Давайте достар, конкурс ойнатып жатырық. Ең керемет комментарий жазып 5 миллион ұтып ал. Алдыңғы видеоны осы адам 5 миллион ұтып алды. Онда көп ұзамай бастайық. Өзіңізбен бірге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Онда біз бастаймыз. Ол кішкентай, құлақ ұзын, сүйкімді аң бейнесінде жасалған. Бірақ көптеген қолданушылар бұл ойыншықтың сырт келбетімен қатар ішкі бір тылсым күші бар сияқты екенін айтады. Бұл жай ғана балалық ойыншық па, әлде шынымен де бір нәрсені жасырып тұр ма? Лабубудың шығу тарихындағы жұмбақтар. Автор Кейшин Ланг қытайлық суретші. Ол өз шығармаларын сәл қорқынышты стильде бейнелейді. Оның айтуынша, лабубу түнде орман ішінде жалғыз өмір сүретін жұмбақ тіршілік иесі. Бұл кейіпкердің көзі тым үлкен және адамды баурап алатындай әсер береді. Көптеген психологтар бұл визуалды эффекті балалар мен тіпті ересектердің психикасына әсер етуі мүмкін дейді. Лабубу туралы ресми ақпарат аз, ал фанаттар ойлап тапқан аңыздар өте көп. Танымал сұмдық аңыздар мен оқиғалар. Лабубу түнде қозғалады. Кейбір адамдар TikTokта лабубу ойыншығын түнде бір жерге қойып, таңертең басқа жерден тапқан айтып, видео дәлелдер келтіреді. Олардың айтуынша, ойыншық түнде көзін ашып, қозғала бастайды. Кейбір видео жазбаларда лабубудың басы баяу бұрылғандай көрінеді. Бір қыздың айтуынша, лабубу тұрған бөлмеде әр түн сайын біртүрлі дыбыстар естіледі. Сықырлау, сыбырлау, тіпті күлу. Қараңғы энергия тартуы. Кейбіреулер бұл ойыншық үйге жағымсыз энергия әкеледі дейді. Мұндай белгі түнгі қорқынышты түстердің көбеюі, жарықтардың жанып өшіп кетуі, балалардың еш себепсіз жылап қалуы. Лабубумен сөйлесу. Кейбір батыл TikTok пайдаланушылары лабубумен рухани байланыс жасау үшін оны жасыру немесе зеркало алдындағы ойындар арқылы сынап көрген. Солардың айтуынша, лабубу өз-өзімен сөйлескенде дыбыс шығарады. Үйде біртүрлі иістер пайда болған. Көп ұзамай сол адамдар ауырған немесе түсініксіз жағдайлар болған. Психологиялық әсері. Мұндай ойыншықтар әсіресе шындық пен қиялды ажырата алмайтын балаларға психологиялық жағынан қауіпті болуы мүмкін. Лабубу кейде көңілді, кейде қорқынышты көрінеді. Мұндай қарама-қайшылық баланың ішкі әлемінің бұзуы мүмкін. Қызығы, оның кейбір түрлері жылап тұрған, жараланған немесе түнек түстері жасалған. Бұл кәдімгі ойыншыққа тән емес белгілер. Неліктен адамдар бұл сұмдықтарды сенеді? Паранормальды қызығушылық. Адамдар әрдайым бір тылсым дүниелерге сенгісі келеді. TikTok эффекті. Вирусты видео мен монтаж көмегімен ойыншықты қозғалтып тұрғандай көрсету оңай. Бірақ бұл басқа адамдарға рас шығар деген ой салады. Бос үйдегі психоз. Кейде түнгі тыныштықта кез келген дыбыс қорқыныш туғызады. Әсіресе үйде жалғыз болсан. Қорытынды. Лабубу сүйкімді ме, әлде сұмдық па? Шындық мынада. Лабубу бастапқыда жай ғана коллекциялық ойыншық. Бірақ оны ерекше бейнесі, тылсым тарихы және интернеттегі аңыздар оны қорқынышты символға айналдырды. Мүмкін бұл тек адам алғаш рет көрермен назарына ұсынылды. Оның бет әлбеті ерекше, үлкен құлақ, тістерін көрсеткен күлкісі, кішкентай денесі және қиялы көздері. Алғашында бұл ойыншық сүйкімді әрі жинауға болатын коллекция деп бағаланды.
Әлемнің түкпір-түкпірінен жастар соны сатып ала бастады. Бірақ уақыт өте келе лабубу жайлы бейнебір беймәлім күштерді қозғайтын, адамның психологиясына әсер ететін әңгімелер тарала бастады. Түнде тірілетін тіршілік иесі ме? TikTok пен YouTube желілеріндегі мыңдаған видео тарала бастады. Кейбіреулер лабубудың қозғалған сәттерін, көзін ашып жұмғанын, кейбірінде иесінің артынан қарап тұрғанын көрсетеді. Ең қорқыныштысы, лабубу түнде жалғыз қалған адамның бөлмесінде аяқ астынан пайда болады деген әңгімелер. Бір бала лабубуды төсек жанында қалдырып ұйықтап кеткен. Таңертең оянса, ойыншық басқа жақта орын ауыстырып тұр. Ол камера қойып тексеріп көрген. Түн ішінде лабубудың басы баяу қозғалғандай болыпты. Бұл видео миллионнан астам қаралым жинап, лабубу тірі деген пікірлерді тудырды. Жазылмаған ереже. Лабубу мен не істеуге болмайды. Интернетті қолданушылар бірнеше қорқынышты ереже ойлап тапқан. Лабубудың көзіне қарама. Ол сенің жаныңды сезіп алады. Бөлмеде жалғыз қалдырма. Оның тылсым қуаты сенің әлсіз сәтінде еске алады. Оның көзін бояма, киімін жыртпа. Ол бұны қорлау деп қабылдайды. Мұның бәрі шын болмаса да, адамдардың бойына үрей салып, лабубу айналасындағы атмосфераны өзгертті. Қорқынышты деректер мен фейктер. Кейбір елдерде мектепте лабубуды әкелуге тыйым салған. Себебі оқушылар ойыншықтың кесірінен түнде қорқынышпен ұйықтап, психологиялық күйзеліске түскен. Кейбір адамдар лабубуды көру арқылы түнге үрей бастамасына панический атака ұшырағанын айтқан. TikTokта лабубудың қағыр сатқан нұсқасы бар делінеді. Ол қара көзді, киімі жыртық, ал аузы қанға боялған. Бұл ойыншық еш жерде сатылмайды, тек қорқынышты эксперименттерде кездеседі дейді. Бұл хайп па әлде шындық па? Әрине, көп нәрсе қойылым мен монтаждан тұрады. Видеолар, хоррор контент жасау үшін арнайы түсірілген. Бірақ адамның санасы сенгіш. Әсіресе балалар мен жасөспірімдер фантазияны шындықпен шатастырып жібереді. Сондықтан да лабубу жайлы аңыздар кең тарап кетті. Бірақ бір нәрсе анық. Лабубу жай ғана ойыншық болса да, интернеттің ең қорқынышты феномендерінің біріне айналды. Бұл оның ерекше дизайны мен адамдардың үрейге деген қызығушылығының нәтижесі. Лабубу бұл жай ғана маттан тігілген ойыншық емес. Ол бүгінгі заманның қорқынышты кейіпкерлеріне айналған интернет аңыздарының символы. Адамдар оны сүйеді, қорқады, түсінде көреді. Және ең қызығы сол қорқыныштан ләззат алады. Бұл адам психологиясының бір қыры. Біз шындықтан гөрі елеске сенуге бейімбіз. Лабубу бізге сол қиял мен шындықтың шекарасында өмір сүретін жаңа заман ойыншығы екенін көрсетті. Сенің лабубуың бар ма? Ол қазір қайда қарап тұр? Достар, осылайша біздің видеомыз аяқталды. Қош, сау бол. Красавчик!